Опасыздық оқиғасы. Дүкендегі кездесу Меруерт өз көзіне өзі сене алар емес. Жаңа піскен нан өнімдері сатылатын сөренің қасында күйеуі тұр. Дәл соның өзі. Небәрі бір апта бұрын ғана 3 айға қиыр шеттегі ауылға жұмысқа кеттім деген азаматы. Ал оның қасында мәз-мейрам болып күліп тұрған жас әйел. Арман әлгі бейтаныс келіншектің белінен иемдене құшақтап, екеуі бірдеңені қызу талқылап тұр. Жүрегі соғуын тоқтатып, кеудесін мұздай ауырсыну сезімі тіліп өткендей болды. Мүмкін емес. Бұл мүлде мүмкін емес деген ой самайында соққылап тұрғандай. Меруерт жеңілдікпен сатылатын тауарлар сөресінің тасасына жасырынып, үрейден қарауытқан көздерімен сығалап қарады. Айналада сатып алушылар ары-бері ағылып жүр. Динамиктерден көңілді әуен естіледі. Әдеттегі кешкі қарбалас. Бірақ Меруерт үшін әлем астан-кестен болды. Үйреншікті өмір тасталған болып, айналасындағы ауа жаман түс көргендегідей ауырлап кетті. Қателесу мүмкін емес еді. Былғары күрте киген мына ұзын бойлы, қара торы жігіт, желкесіндегі сәл бұйраланған шаштары. Оны мың адамның ішінен танитын еді. Бұл оның арманы. Небәрі бір апта бұрын ғана оны осы бір қарғыс атқан сапарға шығарып салған болатын. Естеліктер көз алдына еріксіз келді. Жауынды перрон. Таңертеңгілік уақыт және оның пойызға мінер алдындағы қатты құшақтағаны. Уайымдама, жаным деген даусы сондай нық естілген. Ол жақта байланыс нашар. Ұзақ уақыт хабарласа алмасам, жоғалтып алма. Тек біліп жүр, мен жұмыс істеп жатырмын, және сені қатты сағынамын. Ал Меруерт оның қиыр шеттегі ауыр жұмыс туралы, отбасы үшін төзуге дайын аязы мен қиындықтары туралы әрбір сөзіне сенген еді. Оның қолына жылы шарфын ұстатқанын, қоштасарда өзін күтуін өтініп сүйгенін, ал ол болса күлімсіреп, сыйлықтар әкелуге уәде бергенін ұмытқан жоқ. Ол кезде көңіліне ешқандай күдік кірмеген еді. Сөйтсе, ол Арктиканың қары мен мұнай мұнараларының арасында емес, жылы супермаркетте басқа әйелдің құшағында жүр екен. Меруерт еріксіз шығатын өксігін басу үшін аузын қолымен жапты. Мұздай өкініш лезде күйдіретін ашу ұзақ ауласты. Ол қалай ғана бұлай істеді. 10 жылдық неке. 10 жыл бойы оның өмірімен, оның мүддесімен өмір сүріп келді. Жұмысқа кеттім деп алдап, өз қаласында көңілдесімен көңіл көтеріп жүр екен-ау. Алғашқы инстинктивті ойы. Қашу, тығылу, оған көрінбей тұрып үйге барып, жастықты құшақтап жылау болды. Бірақ ішінде бір нәрсе кілт үзілгендей болды. Ауырсынудың орнын суық, ызыңдаған ашу басты. Жоқ, ол мұны бұлай оңай қалдырмайды. 10 жылдық сенім, қолдау, шексіз іс-сапарлардан күту. Бәрі осы үшін бе? Денесі дірілдеп, ол тағы да сығалап қарады. Арман әлгі әйелмен бірге кассаға жақындап қалды. Таспаның үстінде, мазақ қылғандай, өзгенің бақытының белгілері жатты. Бір бөтелке қызыл шарап, майшамдар, тәттілер қорабы. Бәрі романтикалық кешкі ас үшін. Меруерттің беті дуылдап кетті. Оның интернет нашар, уақыт жоқ, жұмыс істеп жатырмын, сағындым деген сылтаулары есіне түсті. Ол уайымнан есі шығып жүргенде, Арман рахаттанып жүр екен. Денесіндегі діріл басылып, оның орнын болаттай берік шешім басты. Ол туралы не ойлайтынымды білсін деп шешті де, жұдырығын түйіп кассаға қарай беттеді. Кассир заттарды өткізіп жатқанда, екеуі ештеңеден бейхабар күлісіп тұрды. Меруерт олардың артында 1-2 қадам жерде байқатпай тоқтады. Самайында қан соғып тұрғанын сезді. Тағы бір секунд, ол жарылғалы тұр. Кім төлейді? Деп сұрады кассир селсоқ қана. Арман әмиянына қолын созды, ал оның серігі шашын түзеп. Арман, мүмкін мен төлермін. Деп сызылды. Қойшы, өзің де білесің ғой, менің жалақым енді солтүстіктікі. Охо, бәріне жетеді деді ол мақтанып. Бұл арсыздықтан Меруерттің көзі қарауытып кетті. Кассир чекті ұсынды, екеуі пакеттерін алып шыға беріске беттеді. Олар бір-біріне тым беріліп кеткені сонша, Меруерттің қасынан өткенде оны байқамады да. Бірақ Меруерт шегінуді ойламады.
Ол бірнеше жылдам қадам жасап, оларды турникеттің қасында қуып жетті. Кеудесін кере дем алып, бар даусымен шақырды. Арман Владимирович, қандай кездесу? Айналадағылар жалт қарады. Арман сескеніп қалып, кілт бұрылды. Әйелін көргенде, алдында аруақ тұрғандай бозарып кетті. Оның қасындағы әйел де таңырқап, бір Меруертке, бір серігіне қарады. Меруерт, деді ол демін әрең алып. Бірнеше сатып алушы қызық көріп тоқтай қалды. Нағыз айқай-шудың алды еді. Меруерт оның есеңгіреген түрін көріп, іштей бір ашы қанағат сезімін сезінді де, бәріне естілетіндей нық сөйледі. Қымбаттым, іс-сапарымнан соншалықты тез оралғаның қандай жақсы болды. Мен болсам, ақымақ, сені әлі суықта тоңып, мұнай өндіріп жүр деп ойлаппын. Сені мұнда, мынадай сүйкімді арудың қасында жолықтыру қандай жағымды жаңалық болды. Тек кассадағы сканерлердің дыбысы ғана естілетін ауыр тыныштық орнады. Арман аузын ашты, бірақ бір сөзде айта алмады. Оның серігі қабағын түйді. Іс-сапар. Мұнай? Деп қайталап сұрады ол. Бұл не қылған әзіл? Меруерт езу тартып, енді тікелей соған қарата айтты. Сіз білмейтін шығарсыз, бірақ мына адам менің заңды күйеуім. Осыдан бір апта бұрын ол қиыр солтүстікке вахталық әдіспен жұмысқа кеткен болатын. Көне дегенде маған солай айтқан. Бейтаныс әйелдің түрі өзгеріп кетті. Ол Арманнан алшақтап, көздері бақырайып қалды. Әйелі, деп сыбырлады ол, сосын даусы айқайға ұласты. Сен үйленгенсің бе? Арман жұтынып қойып. Ләззат, мен қазір бәрін түсіндіремін деп оның қолынан ұстамақ болды, бірақ ол қолын жұлып алды. Меруерт оған еш жиюға мұрша бермеді. Иә, Арманжан, түсіндіріп бер. Сен түсіндірудің шеберісің ғой. Оған маған іс-сапар туралы неге өтірік айтқаныңды түсіндір. Жұмыстың орнына көңілдесті қайдан тапқаныңды түсіндір. Бәрімізге түсіндір. Ол айналасына жиналып қалған, саудасын ұмытып, әр сөзді аңдып тұрған адамдарға қолын сілтеді. Көрші кассадағы кассирде не болып жатқанын көру үшін орнынан тұрып алды. Арман торға түскен аңдай жан-жағына жалтақтады. Беті бірде бозарып, бірде ұяттан қызарып кетті. Меруерт, жұрттың көзінше керек емес деп сыбырлады ол, тым болмаса абыройын сақтап қалғысы келіп. Сыртқа шығайық, сөйлесейік. Бірақ Меруерт енді тоқтай алмады. Неге жұрттың көзінше болмау керек? Сен әйелің үйде күтіп отырғанда, көшеде көңілдесіңді құшақтаудан ұялмадың ғой, солай ма? Ол әр сөзді шегелеп айтты. Ендеше мен неге ұялуым керек? Оның жанары болаттай суық тартып, жасы да, күдігі де құрғап кетті. Топ ішіндегі бірнеше ер адам аянышпен бастарын шайқады. Біреуі мүлдем ұяттан безіпті деп күбірледі. Ләззат та есеңгіреген күйінен арылып. Сен маған осы уақыт бойы өтірік айтып келдің бе? Бойдақпын дедің, сапардамын дедің. Оңбаған екенсің. Деп Арманның бетіне айқай салды. Ләззат бар ашумен оның иығынан жұдырығымен ұрып жіберді. Арман теңселіп кетті. Жұрт ула-шу бола бастады. Арман, сен өзіңе неге ерік бересің? Деп сөйлей бастап еді, бірақ Ләззат сөзін аяқтатпады. Менімен сөйлесуші болма. Саған сенген мен ақымақ. Ол ашудан жарыла жаздап тұрды. Арман оның қолын ұстамақ болып еді, Ләззат қолын тартып алып, оның бетінен шапалақпен тартып жіберді. Жиналғандар ақ десіп қалды. Бір қарт кісі. Міне, дұрыс болды. Деп қойды. Меруерт өзінің ішіндегі ауырсынуының орнын ашы бір қанағат сезімі басқанын сезді. Оған солай керек. Енді ол екеуінен де сыбағасын алды. Арман әйелімен көңілдесінің ортасында басын төмен түсіріп бүрісіп тұрды. Баяғы сенімділігінен нышан да қалмаған. Демек, үйленген екенсің. Деді Ләззат оған жиіркене қарап. Мені де осы өтірігіне итеріп қойдың. Сенің қасыңда тұрудың өзі жиіркенішті. Ол Меруертке бұрылды. Кешіріңіз мені, мен білмедім. Сіздің өміріңізді бүлдіргім келмеген еді.
Осыны айтты да ол артына бұрылып, қалың топтың арасымен жүгіріп кете барды. Жұрт оған жол беріп, біреуі байғұс қызай деп аяп қалды. Ләззат дүкеннен атып шықты. Енді кіре берісте тек Меруерт, Арман және ондаған куәгерлер ғана қалды. Ауыр тыныштық орнады. Арман әйеліне қарауға батылы бармай, қолындағы пакетті не істерін білмей бүрістіріп тұрды. Меруерт терең дем алды. Бұл масқара көрініс аяқталуға жақын еді. Соңғы нүктені қою ғана қалды. Ол күйеуіне жақын келді. Меруерт жан, деп сыбырлады ол. Үндеме, ештеңе айтпа, деп кесіп айтты Меруерт. Дауысы жай шықса да бүкіл залға естілгендей болды. Маған бәрі түсінікті. Сенің қандай адам екеніңді білдім. Тіпті қазірде опасыздығыңды жасыру мүмкін болмаған кезде, сен ең алдымен қасыңда тұрған мен емес, көңілдесіңді жұбатуға ұмтылдың. Мен ақымақпын, деп сыбырлады Арман. Оған шүбәм жоқ, деді Меруерт. Ал біздің екемізді жалғастырудың еш мәні қалмады. Арман соққы алғандай селк етті. Жоқ, тоқта, олай демеші. Мен бәрін түзетемін. Меруерт басын шайқап, бойын суық сабыр билегенін сезді. Тамағына тығылған өксік сыртқа шықпады. Қолдары дірілдемеу үшін жұдырығын тағы да түйді. Кеш, сен менің сенімімді де, отбасымызды да жойдың. Соңғы сөзінде дауысы сәл дірілдеп кетті, бірақ ол өзін тез жинап алды. Өзіңе ыңғайлы уақытта заттарыңды жинап алда, кет. Вақтана барасың ба, әлде соған барасың ба, өзің біл, бірақ бұл үйге енді қайтып келме. Бұл сөздер ақырын айтылса да айналаға анық естілді. Арман аңтарылып қалды. Меруерт, саған не болды? Өзің емес пе едің, отбасы ең басты байлық деген. Меруерт ащы мысқылмен күлді де. Сен оны күл-талқан қылғанша ол басты байлық болатын, деді. Күйеуі оның қолынан ұстамақ болып еді, Меруерт кейін шегінді. Маған тиіспе. Оның көздерінен от ұшқындап тұрды. Сен маған жиіркеніштісің. Ол артына бұрылып шығар есікке қарай беттеді. Есік алдында бір сәт тоқтап күйзеліп тұрған күйеуіне мысқылмен айқайла. Арман Владимирович, осындай ауыр жұмыстан кейін жақсылап демалуыңызға тілектеспін. Сосын иығын тіктеп сыртқа шығып кетті. Сұр аспан, сіркіреген жаңбыр мен суық жел оны қарсы алды, бірақ іші бір түрлі жылып қалғандай болды. Арман оның артынан жүгірмекші еді, бірақ жолын топ ішіндегі иықты бір ер адам бөгеп. Жетті, сабаңа түс, досым, деді. Басқалары да оны қостап басын изеді. Арман тоқтап қалды. Меруертті қуып жетудің мәні жоқ еді. Ол айналасына қарады. Ондаған адам оған жиіркене, кінәлай қарап тұр екен. Біреулер мысқылдап күліп жатты. Ол басын төмен түсіріп, жұрттың көзінен тасалану үшін дүкеннің түкпіріне қарай сіңіп кетті. Артында халықтың гу-гу еткен даусы қалды. Оңбаған-ай десеңші, өмірде не болмайды. Зайел шыдап жүр екен. Бір кемпір Меруерттің артынан. Қызым-ау, бәрі жақсы болады, мұңайма, деп айқайлады. Меруерт оған бұрылып, мұңды ғана жымиды. Рахмет, деді ақырын. Адамдар оған құрметпен қарап қала берді. Бір орта жастағы әйел қасынан өтіп бара жатып. Сіз мықтысыз, дұрыс істедіңіз. Бұған кез келгеннің батылы бара бермейді. Берілмеңіз, деп сыбырлады. Меруерт үнсіз басын изеді. Көзіне жас келді, бірақ жалғыз қалғанша шыдады. Аялдамаға жеткенде орындыққа отырып бетін қолымен басты. Тек сонда ғана ол өксігіне ерік берді. Жиналған мұң мен ауырсыну сыртқа шықты. Жаңа ғана ол мықты, еңсесі биік әйел еді, ал қазір ол өзінің қайғысын жеңілдету үшін еркін жылай алды. Бірнеше минуттан кейін бойындағы ауырлық азайғандай болды. Жас таусылып, тынысы теңелді. Жүрегі әлі ауырып тұрғанымен бұрынғыдай шыдатпайтын емес. Оған қиын болды. Жаны сатқындықтан өртеніп бара жатты. Алда ауыр әңгімелер, ажырасу, жалғыздық күтіп тұр. Бірақ осы мұңның арасынан бір кішкене мақтаныш сезімі де қылаң берді. Ол үндемей қалған жоқ. Төзбеді.
Ол алдамшының бетпердесін шешіп, өзін сыйлайтынын өзіне де, жұртқа да дәлелдеді. Арманмен бірге бақыттымыз деген ертегі аяқталды. Мүмкін оның өмірінде оның сеніміне лайық адам пайда болар. Пайда болмаса да ол өзі ақ жеңіп шығады, өйткені сатқынмен бірге болғанша жалғыз болғаны артық. Бүгін ол қорлықпен ауырсыну арқылы өзінің ең басты құндылығын, абыройын қайтарып алды. Және бұл оның ашы болса да толық жеңісі еді.